Сәлем сұлулар, голубцов тесте дайындаймыз. Интернетте олай ақтардым, былай ақтардым, голубцовдың қазақша аудармасын таба алмадым. Ендеше бір сөзбен айтқанда қамырдан голубцов жасайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі өте дәмді болып шығады. Ендеше кеттік, қамырын дайындайық. Суға бір жұмыртқа және тұз салып, шанышқымен жақсылап араластырып жібереміз. Әрі қарай аз-аздан ұн себе отырып, сәл қаттылау қамыр илеп, қамырымызды 5 минутқа қалдырамыз. Тартылған ет пен пиязға піспеген күріш және тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді жаңағы қамырымызды алып, азғантай ұн сеуіп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз да, ұзыншалау етіп, осылай видеодағыдай барлығын кесіп шығамыз. Енді пішіндерін жасайтын боламыз. Видеоның ортасына жаңағы фарш пен күріштен дайындалған салмасын жібереміз де, видеодағыдай осылай үш бұрыштылап етіп ораймыз. Жан-жағын бекітіп аса қатты қажет емес, тіпті бекітпесеңіздер де болады. Піскен кезде біздің голубцыларымыз бәрібір шашырап кетпейтін болады, бір қалыпты пісіп шығады. Барлығын дайындап болған соң, қызып тұрған майға пияз және сәбіз салып, қалауыңызша томат пастасын салып қуырып алыңыз, және картоп, оның үстінен тұз бұрышын сеуіп, су құйып, суыңыз қайнай бастағанда жаңағы голубцыларымызды салып шығамыз. Егер үсті-үстіне салатын болсаңыз, арасынан ортасына май жағып отырыңыз. Осылай қазанның қақпағын жауып 35-40 минуттай баяу отта пісіріп алыңыз. Тым қатты көп пісіріп жібермеңіз, көп пісіп кетсе голубцыларыңыз езіліп кетеді. Ас болсын.